Армения премьер-министрі Никол Пашинян елдің Еуропалық одаққа мүше болуға дайындықты бастайтынын жеткізді. Бұл бұрын Ресей ықпалында болған Армения ішінде, тұтас оңтүстік Кавказ аймағы ішінде тарихи бетбұрыс. Парламентте сөйлеген сөзінде Пашинян жақын арада Еуропалық одаққа ресми өтінім тапсырылған соң, елде жалпыұлттық референдум ұйымдастырылатынын мәлімдеді. Қазіргі уақытта Армения Ресей жетекшілік ететін ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше. Бірнеше ай бұрын ұйым елдері Ереванға таңдау жасатқан еді. Армения не альянста қалады, не Еуропалық одаққа қарай өз жолын таңдайды. Владимир Путин де Арменияның Еуроодақпен жақындасуы Еуразиялық экономикалық одақ мүшелігіне қайшы екенін айтты. Армения. В этой связи, конечно, в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразией невозможно. Это просто невозможно по определению. Кремль өкілі Дмитрий Песков Арменияның ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымынан шығуы сауда-саттықта кері әсер етіп, ең алдымен Ереванның өзіне соққы болып тиетінін ескертті.